қалай 50 миллион теңге тұратын үйді бөліске түсірдім. Бұл іс өте қиын болды. Жұбайы өтірік қарыз жасап, сол қарыздың есебіне үйді алып қойған еді. Через третье лицо. Мынандай болған ғой, ажырасып кетеді. Ажырасқаннан кейін құжаттар жасап үйге, үй өзінің жеке мүлкі ретінде жаңағы біреуге қарыз жасап, сол қарыздың есебіне үйді сатып жүрген болады. Бұл істі шешіп бере алатынымызға Айдостың өзі де сенген жоқ еді. Біз жердің неке кезінде алынып және салынғанын алға тарттық. Фото, видео, материалдың бәрін алып келсек те, сот олардың бәрін пысқырмады. Сол кезде куәгерлерді тауып сотқа куәлік еткіздім. Сот 6 ай бойы жүрді. 6 айдан кейін ақырында дәлелдеп шықтым. Жаңағы Айдосқа 25 миллион тиесілі болатын болды. Егер сіз мүлік бөлісу бойынша кеңес алғыңыз келсе, комментарийға бөлісу сөзін жазыңыз.